Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіздер. Шын айтсам, мен ол адаммен кездесуім өмірімді өзгертеді деп ешқашан ойламадым. Сол жылы мен ауылдан қалаға оқуға келдім. Қала маған біртүрлі көрінді. Шулы, беті суық адамдар, әркім өз жолымен келіп бара жатқандай. Бірақ мен бәрін үйренуге тырыстым. Алғашқы апталар, сабақ, жатақхана, жаңа таныстар, бірақ бәрі біртүрлі жалғыз еді. Күндердің күнінде кітапханада отырғанда ол кіріп келді. Қарапайым киінген, қолында бір кітап. Бірақ неге екенін білмеймін, менің көзім тек соған түсті. Ол маған қарады, күлімсіреді. Кешіріңіз, ол кітап бос па деді. Иә дедім абдырап. Ала беріңіз. Рахмет, мен жаңа келген едім, мұғалім осы кітапты ізде деді. Мен де жаңа келгем, ауылдан. Ол күліп жіберді. Демек екеуміз бір қайықтамыз ғой. Сол сәтте бір нәрсе өзгерді. Мүмкін менің көңіл күйім, мүмкін жүрегім. Кейін білдім. Оның есімі Әйгерім екен. Әдемі, сабырлы, артық сөзсіз, бірақ әр айтқан сөзі жүрекке жылы тиеді. Күндер өте біз жиі кездесіп жүрдік. Бірге сабақ оқыдық, асханада әңгімелестік, кейде жай ғана серуендеп жүретінбіз. Бір күні ол маған қарап тұрып айтты: "Сен әлі үйренісе алмай жүрген сияқтысың, иә?" Мен күлдім. "Иә, қала әлі бөтен, бірақ сен барда бәрі жеңіл сияқты." Ол үндемей қалды. Сосын жай ғана күлімсіреді. Сол күлімсіреу, шын айтсам, мені сол күннен бастап өзгертіп жіберді. Сол күлімсіреуді мен әлі күнге дейін ұмыта алмай жүрмін. Кейде өмірдің бәрі бір сәттерін өзгертеді дейді ғой. Мен үшін сол сәт кітапханада басталған еді. Шын айтсам, уақыт өте келе мен Әйгеріммен жиі сөйлесіп, жиі күлетін болдым. Бастапқыда бәрі жай ғана достық еді. Бірақ адам кейде жүрегін тыңдамай тұра алмайды ғой. Бір күні сабақтан кейін ол мені шақырып қалды. "Серуендейікші, ауа жақсы болып тұр" деді. Біз университет маңындағы саябаққа бардық. Күз еді, ағаш жапырақтары сарғайып, жел баяу ғана тербетіп тұр. "Сен ауылды сағындың ба?" деді ол жай ғана. "Я, кейде қатты, бірақ қазір мұнда да үйреніп қалдым." "Қай жерде болсаң да өз орныңды табу қиын ғой" деді ол, алысты көзіне қарап. "Ал сен, таптың ба өз орныңды?" Ол жымиып, "Әлі іздеп жүрмін" деді. Сол сәтте мен оның басқа қырынан көрдім. Күлкісімен ғана емес, ішкі тыныштығымен де әдемі еді. Bir кезде ол кенет күліп жіберді. "Сен кейде тым байсалдысың, білесің бе?" "Иә, мүмкін. Кішкене жеңіл болшы, мысалы мына жапырақ сияқты." Ол қолындағы сарғайған жапырақты жоғары лақтырды. Жел жапырақты көтеріп әкетіп бара жатты. Ал біз екеуміз бала сияқты күліп тұрдық. Сол сәтте мен ешқашан ұмытпаймын. Өйткені сол күлкі менің жүрегімде алғаш рет шынайы жылулық орнатқан сәт. Кеш түсе бастады. Біз тыныш отырдық. "Bir қызық нәрсе айтайын ба?" деді ол. "Айт." "Кейде сен үндемей отырасың да бәрін түсінетін сияқтысың." Мен жауап бермедім, тек жүрегім дүрсілдеп соғып тұрғанын сездім. Шын айтсам, мен сол кезде ғашық болдым. Бірақ мойындауға батылым жетпеді. Біз бұрынғыдай кездесіп жүрдік. Бірге шай іштік, бірге күлдік, бірге армандадық. Bir күні ол айтты: "Сен болашақта не істегің келеді?" "Мен журналист болғым келеді" дедім. "Адамдардың өмірін, тағдырын жазғым келеді." "Ал мен мұғалім болам" деді ол. "Балаларға сабақ бергім келеді." Біз армандарымызбен бөлісіп отырдық. Ал мен іштей тілеп отырдым. Тек сол болашақта сен де болсаң екен. Бірақ өмір өз жолымен жүреді ғой. Уақыт алға жылжып, емтихандар, сабақтар, жаңа таныстар, уайымдар. Біз бір-бірімізге жақын болсақ та сол бір сөз: "Мен сені жақсы көрем" айтылмай қалды. Шын айтсам, мен қорықтым. Әйгерімді жоғалтып алудан қорықтым. Солай уақыт өтті. Бірақ менің жүрегімде бір үміт бар еді. Bir күні ол да сезетін шығар менің үнсіз махаббатымды. Шын айтсам, өмір кейде ең жылы сәттердің өзін суыққа айналдырып жібереді. Біз бірге көп нәрсе көрдік. Емтихандар, жеңістер, түнгі әңгімелер, армандар. Бірақ мен бәрі мәңгі жалғасады деп ешкім кепіл болмай алмайтынын білдім. Bir күні бәрі өзгерді. Университеттің соңғы жылы еді. Әйгерім басқа қалада жұмыс ұсынды. Жақсы мүмкіндік, болашағы бар. Мен қуануым керек еді, бірақ іштей бірдеңе үзіліп кеткендей болды.
Мен ойланып көрем, деді ол. Мен үндемедім, тек ішімнен кетпе дегім келді. Бірақ айта алмадым. Бірнеше күн өтті, ол хабарласпады. Сосын бір күні саябақта кездестік. Сол баяғы орындық, сол күздің иісі. Мен кетем, деді ол. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Қашан? Бір аптадан кейін. Ұзаққа ма? Иә, мүмкін мүлде оралмаспын. Мен күлген болдым, бірақ жүрегімде дауыл тұрды. Қуаныштымын, дедім амалсыз. Шын ба? Әрине, сен бұған лайықсың. Ол басын изеді. Бір сәт үнсіздік, тек желдің сыбдыры, алыстағы құстардың дауысы. Ал сен ше? Деді ол кенет. Мен кетсем не істейсің? Мен жауап таппадым. Шын айтсам, сол сәтте айта салу керек еді. Мен сені жақсы көрем. Бірақ қорықтым. Солай ол кетті. Ал мен қалдым, үнсіз, бос бөлмеде, бос үстелде, бос телефон экранында. Алғашқы күндері хат жаздым. Қалайсың, жұмысың қалай, сағындым. Ол жауап берді. Әуелі жиі, кейін сирек, кейін мүлде жоқ. Шын айтсам, мен әлі де хабарламадан оның атын іздедім. Бір күні түн ортасында ескі суреттерге қарадым. Біздің күлкі, саябақтағы жапырақтар, оның жылы жүзі. Сол сәтте көзімнен жас ақты. Мен оны жоғалттым. Бірақ кінә ешкімде емес еді. Өмір кейде адамдарды екі түрлі жолға салып жібереді. Бір жол арманға, екіншісі сағынышқа. Ал біз әрқайсымыз өз бағытымызда кеттік. Уақыт өтті, 1 жыл, 2 жыл. Мен жұмыс істеп жүрдім. Кейде оны түсімде көретінмін. Дәл сол сәтте күлімсіреумен. Шын айтсам, мен оны ұмытқан жоқпын, бірақ өмірімді жалғастыруым керек. Кейде адамдар жүрегімнен емес, ақылмен өмір сүруді үйренеді. Бірақ жүрек бәрібір өзінікін істейді. Шын айтсам, мен оны қайта көрем деп ойлаған жоқпын. Уақыт өтті, өмір өз жолымен кетті. Мен жұмыс істеп, күнделікті тіршілікке сіңіп кеттім. Күлдім, сөйлестім, жаңа адамдармен таныстым, бірақ ішімде бір бос орын қалды. Бірде күздің суық күні еді. Мен жұмыстан кеш қайтып бара жатқанда көшенің арғы бетінде бір таныс бейне көзіме түсті. Ол Әйгерім. Сол баяғы жүріс, сол баяғы сабыр, бірақ бетінде бір шаршаңдық, көзінде әлсіз мұң бар. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бір сәтке бәрі қайта оралды. Кітапхана, күзгі саябақ, сарғайған жапырақ, күлімсіреген жүз. Мен тоқтадым. Ол да мені көрді. Сен бе, деді ол баяу күлімсіреп. Мен ғой, дедім әрең. Бір сәт үнсіздік. Біз жақын тұрғанымызбен арада жылдардың салқыны тұр еді. Қалайсың, деді ол ақырында. Жақсы, ал сен ше? Мен де, өмір ғой. Біз жақын маңдағы кафеге кірдік. Терезе сыртында жаңбыр баяу жауып тұр. Әңгіме басталды. Алғашында жеңіл жұмыс, өмір, ескі таныстар. Кейін үздіксіздік орнады. Мен оның көзіне қарадым. Сол көз бәрін айтып тұр. Сен кеткелі көп нәрсе өзгерді, дедім. Білем, деді ол. Мен де сол өзгерістердің ішіндемін. Неге үнсіз кеттің, дедім ақырында. Себебі егер сөйлесіп жүрсек, мен кете алмас едім. Ал кету керек болды. Мен иегімді төмен түсірдім. Ал енді ше? Енді бәрі басқаша. Ол қолындағы шанышқыға қарап отырып айтты. Мен тұрмыстамын. Уақыт тоқтағандай болды. Тынысым тарылып кетті. Бірақ мен күлгендей болдым. Құтты болсын, дедім. Ол көзіне жас алды. Рахмет. Бірақ бақыт деген кейде жай ғана сөз сияқты, я. Мен ештеңе демедім. Сол сәтте мен түсіндім, кейбір сезімдер ешқашан өлмейді, тек тереңге көміледі. Бір сәтке ол қолымды ұстады. Сен білесің бе, деді сыбырлап. Мен кетердің алдында саған хат жаздым. Бірақ жібермедім. Неге? Өйткені сен мені ұмытсын, дедім. Шын айтсам, мен ұмытпадым дегім келді. Бірақ айтпадым. Біз тағы үнсіз қалдық. Терезеден сыртқа қарадым. Жаңбыр тоқтаған, аспан ашылып келеді. Ол орнынан тұрды. Маған бару керек. Иә, түсінем. Есіктің алдында тоқтады да маған бұрылып қарады. Сен сол күйі өзгермепсің. Мен жымидым. Ал сен бұрынғыдан да әдемісің. Ол күлімсіреді. Сау бол Әйгерім. Солай тағы да ол кетті. Бірақ бұл жолы мен оны тоқтатуға тырыспадым. Өйткені өмір кейде
сағынышты қайта келгенімен өткенді қайтара алмайды. Шын айтсам, мен оны әлі жақсы көрем. Бірақ енді сол сезім өмір сүруді үйрендім. Өйткені кейде шынайы махаббат бірге болу емес, алыстан ғана жақсы көру. Шын айтсам, мен оны соңғы рет көрген күнімнен кейін өмір қайтадан өз ағысына түсті. Уақыт өтті, маған да, оған да. Кейде мен оның атын естісем, жүрегім сәл шымете қалатын. Бірақ мен тыныш өмірге үйреніп қалдым. Бір күні мен қала сыртындағы шағын кафеде отырдым. Күздің соңы еді. Сол сәтте есік ашылып, таныс дауыс естілді. Сен бе? Мен басымды көтердім. Әйгерім. Бірақ бұл жолы басқа, көзінде ауыр өткеннің ізі бар. Бірақ онымен бірге жеңілдік те бар. Ол отырды. Көп болды көрмегелі, деді ол жай ғана. Я, көп өзгерді бәрі. Бір сәт үнсіздік. Мен үнсіздік, деді ол кішкене кідіріп. Мен енді жалғызбын. Мен не айтарымды білмедім. Ол күлімсіреді, бірақ көзінде жас жылт етті. Мен өмірден қаштым, бақытты іздедім. Бірақ шын бақыт кейде дәл қасымызда болғанын кеш түсінесің. Мен жай ғана бас изедім. Мен сені ренжіттім, я. Жоқ, дедім. Өмір бәрін өз орнына қояды. Сонда да мен кешірім сұрағым келеді, деді Әйгерім. Сол сөзді естігенде жүрегім тарс етіп кеткендей болды. Әйгерім, мен ешқашан саған ашулы болған емеспін, деді. Мен тек сағындым. Ол жылап жіберді. Мен оны жұбатпадым, тек қасына отырдым. Кейде үнсіздік бәрінен артық. Сол сәтте мен оның иығына басын қойып, терең тыныс алғанын сездім. Шын айтсам, дәл сол сәт мен үшін бәрін қайта бастағандай болды. Біз ұзақ әңгімелестік, кеш туралы, өткен туралы, өмірдің бізге үйреткен сабағы туралы. Адам бақытты болу үшін не керек деп ойлайсың, деді ол. Тыныш жүрек, таза ой. Ал сенші? Мен үшін түсінетін адам. Ол маған қарады. Көздері бұрынғыдай жылы, шынайы, таныс. Сол сәтте біз екеуміз де үнсіз қалдық, бірақ бәрі айтылып қойған еді. Уақыт тоқтап қалғандай. Бәлкім, біз қайта кездесу үшін айырылысқан шығармыз. Бірнеше ай өтті. Біз қайта араласа бастадық. Асықпай, шынайы, ескі достардай. Күн сайын бір-бірімізді қайта тануға тырыстық. Бір күні күн батар шақта ол маған қарап, сен мені бұрын жақсы көрдің бе? Мен күлдім. Бұрын деп айтудың өзі артық шығар. Ол да жымиып қолымды ұстады. Ендеше мен бұл жолы кетпеймін. Солай, деді де иығын маған сүйеді. Сол сәтте мен түсіндім, кейбір махаббаттар ешқашан өшпейді. Олар жай ғана өз уақытын күтеді. Шын айтсам, мен оны ешқашан жоғалтқан емеспін. Таң атты, біз бірге тұрдық. Аспан ашық, жел жұмсақ, ал жүрек тыныш еді. Кейде өмірдің өзі ең үлкен сыйы екінші мүмкіндік. Ал менікі дәл қазір қасымда тұр.